Нұрсейіт деген ағамыз кешегі Ұлы Отан соғысына қатысқан Украинаның Днепрский деген жерінде соғыста болған, Көкшетау қаласында 6 ай әскерге дайындалған. Мына бұрынғы комсомол районы, ол кезде колхоз болған комсомол. Сол комсомолдың 5-ші ма, 6-ші ма Ақтас деген отделениесі болған. Сол жердің Аршы деген жерінде тұрған. Соғысқа алынарда 40 жылы Ерсайын деген ағамыз 1 жаста қалған, 41 жылы. Сол Ұлы Отан соғысына Көкшетау деген жерге барғанда жазған хаты, соғысқа барғаннан кейін 2 рет госпитальге түсіп, 3-ші кеткенде сол Украина жерінде қайтыс болған. Артынан қағаз келген. Нұрсейіт ағамыздың елге, ата-анаға деген сағынышы, балаға деген сағынышын осы хатпенен жеткізген. Соны Айзада деген апамыз өлең қылып елге таратқан. Бала кезімізде осы өлең жаттағанбыз. Ішінде Дәтбай деген аты бар, Сырлау деген анамыздың аты бар, Айзада деген апамыздың аты бар. Осыларға арнап соғыстан хат жазған. Хат жазамын еліме, ата бір анау ініме, сарымайды сапырған колхозды ауыл жеріме ай. Осындай байтақ еліме, ақ сүтін беріп әлпештеп, өсірдің елімені де ай. Бүгінгі күні солым қан майданның төрінде ай. Қасық бір қаның қалғанша қорғайда олың сендерді. Қандай бір заман іс болар, қайтып бір көру сіздерді ай. Бұл олыңа күш болар. Олайда бұлай боп кетсем, кешірерсіз ата-ана, ақ сүтіңді біздерден хат жазуды қойдыңыз, неге бір үміт үздіңіз? Балаңыздан ата-анау, қашан бір қалдай кеуліңіз? Жан бауырым Дәтбайжан, жазғандау хатын келді аман, сүйсініп оқып сол хаттай амандықты білдіған. Осындай сөзбен хат жаздың, хатыңда сөздай аз жаздың. Аз жазды демей не дейін, кемпірде шалды айтпапсың. Ел жайлауға қоныпты, қоралы малдар орнықтай, жазғандау хатын ішінде тәкеңде қартың қалыптай. Дәтбайжан бұл дүниеде жүреміз бе ай, ел жұртты қайтайын алып көреміз бе ай. Бермай өз жерімнен бір тұзым жер, бермай Ресейде өлеміз бе ай. Қолыңай қалам қалқам алсаңызшы ай, қалжайын ата-ананың жазсаңызшы ай. Хатыңды арнап жазған маған құрбым, тезірек пошта оқып салсаңызшы ай. Қағазға жазыл шай-шай сенің атың, қай жерде кез болады ай. Маған хатың қарағым айналайын, асыл затың колхоздау еңбек етсең шығаратың. Мен жүрмін Көкшетаудың қаласындай, көп қалып қазақ орыс арасындай. Ойлаймын жатсам тұрсам Ерсайындай, құдайым сол сайынға қауыштырғай. Ерсайын елде аман жүрем екен, ағасы Ерсайыным білем екен, ағасы немістерден
Жазым болса немістен сайын кегін алар мекен. Сайындай жастар өтті, күндер өтті, сайын қалға жез көлең үйретеді айзада осы хатты. Оқып беріп ағасын ер сайын қау білдіреді. Жақындай соғыс жаққа барып келем, немістен қанды кетті, алып келем осымен сөз аяқ ой. Табандалдай қош есен елге аман қатын балай. Көкірегімде кірлер тола кекірем, ол кірлер дау қалай етіп кетірем. Қан жұтамын, шам жұтамын, жатамын, өзім елге қандай болып қайтамын, қайтамын. Жота суы ашылықтан лайма, ер сайыным қарнашты деп жылаймай. Қайта айналып мен барғанша сол елге, ер сайыным ашылыққа шыдайма, шыдаймай. Аяқ қолды долдыр кесіп аларсың, оның орнай қандай болып терсің. Осындай болып өз еліме барғандай, сырлау жаным қандай етіп күтерсің, күтерсің. Саған сәлем осы хатпен жазамын, алма жүзді маяйындай қайтамын. Мен енді ғай ер сайынға сәлем айт, аман болсақ Ақтөбеден көрерміз, көрерміз. Мен енді ғай ер сайынға сәлем айт, аман болсақ Ақтөбеден көрерміз, көрерміз.